Сәлем бәріне. Бүгін біз түрік қағанатының қызықты тарихына шомыламыз. Егер сіз тарихты сүйетін болсаңыз, немесе Орталық Азия өркениетінің тамырларын білгіңіз келсе, онда сіз үшін тамаша сәт басталды. Ендеше, бастайық. Әңгіме біздің заманымыздың 6 ғасырының ортасына апарады. Түрік қағанаты 500 бейжлиги жылы аңызға айналған Бөмін қағанмен құрылған. Оның пайда болуына дейін көк түріктер, көшпелі халық Жоужан қағанатының билігінде болды. Бірақ Бөміннің үлкен армандары болды. Бөмін қаған Жоужанға қарсы сәтті көтеріліс бастап, түрік қағанатының дүниеге келуіне белгі берді. Бұл аймақтағы ірі өзгеріс болды. Көк түріктер енді қарапайым көшпелілер ғана емес, қуатты күшке айналды. Географиялық жағынан, қағанат батыста Арал теңізінен шығыста Қытай шекарасына дейін созылып жатты. Оның кеңдігін елестетіп көріңіз. Бұл маңызды сауда жолдарын, әсіресе атақты жібек жолын бақылаған үлкен империя болды. Бұл байлық пен мәдени алмасудың мол болуына әкелді. Енді әлеуметтік құрылым туралы әңгімелесейік. Империяны қаған басқарды, оған ақсүйектер мен жауынгер элита қолдау көрсетті. Адалдық пен әскери шеберлік жоғары бағаланды. Көктүріктер сонымен қатар Тәңірге табынумен де танымал болды. Бұл аспан құдайы Тәңірдің айналасында құрылған сенім жүйесі. Бұл рухани аспект олардың күнделікті өмірінде және басқаруында маңызды рөл атқарды. Жетістіктеріне келетін болсақ, түрік қағанаты түркі тілі мен мәдениетін Орталық Азияға таратуда маңызды рөл атқарды. Олар өздерінен кейін Орхон жазулары сияқты түркі жазбасының ең алғашқы үлгілерін қалдырды. Бұл жазулар бізге олардың тарихы, сенімдері және өмір салты туралы бағалы ақпарат береді. Бірақ көптеген империялар сияқты, түрік қағанаты да ішкі қайшылықтар мен сыртқы қысымға тап болды. 7 ғасырдың аяғында империя шығыс және батыс қағанаттарына бөлінді. Осы бөлшектенуге қарамастан, түрік қағанатының мұрасы сақталып қалды. Онда бұл тарих неге маңызды? Түрік қағанатының тарихын түсіну бізге түркі мәдениетінің алғашқы дамуына және оның Орталық Азияға ұзаққа созылған әсеріне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Бұл біздің әлеміміздің ғасырлар бұрын қандай өзара байланысты болғанын еске салады. Бұл тарихи сапарға бірге болғаныңызға рахмет. Егер сізге бұл бейне ұнаса, ұнатуды, бөлісуді және осыған ұқсас мазмұндарды көру үшін жазылуды ұмытпаңыз. Келесі жолығуға дейін.